Саламатсыз ба? Мен сізге бүгін омыртқа жотасының қозғалғыштығын және омыртқа индексін анықтау дағдысын жүргіземін. Ол үшін екі пен мойынтық арасын өлшейміз. Ол үшін басыңызды барынша артқа қарай шалқайтыңыз, барынша. 21 болды. Отта сынамасын жүргіземіз. Отта сынамасын жүргізу үшін артқа қараңыз. Басыңызды шамалы алға қарай еңкейтіңіз. 7-ші мойын омыртқасын тауып аламыз. Басыңызды тік ұстаңыз. Осы өлшенген жерден төмен қарай 30 см есептеңіз. Осы жерден белгілейміз. 30 см. Енді барынша алға қарай еңкеюіңізді сұрамаймын. Тізеңізді бүкпейсіз. Барынша еңкейіңіз. Өлшемдердің аралығын қайтадан өлшеп шығамыз. 35 болды. Жақсы, тұра беріңіз. Яғни айырмашылығы 5 см. Дені сау адамда айырмашылығы 4-5 см болады. Одан кейін шобер сынамасы. Шобер сынамасын жүргізу үшін 5-ші бел омыртқасын тауып аламыз. Ол үшін 12-ші қабырған доғасын тауып аламыз. Одан кейін 1-ші бел омыртқасы, 2-ші бел омыртқасы, 3-ші бел омыртқа, 4-ші және 5-ші бел омыртқаны тауып аламыз. Осы белгіленген жерден 10 см өлшейміз. Өлшеп белгілейміз. Яғни барынша алға қарай еңкеюіңізді сұрамаңыз, тізеңізді бүкпейсіз. Өлшемдердің арасын қайтадан өлшеп шығамыз. 16. 16. Яғни тұра беріңіз. 16. Айырмашылығы 4-5 см-ге ұзару керек. Одан кейін кеуде клеткасының тыныстық экскурсиясын анықтаймыз. Ол үшін терең дем аласыз, демді шығармай тұрасыз. 4-ші қабырға деңгейінде өлшейміз. 90 болып тұр. Енді терең демді алып, демді терең барынша шығарып тұрасыз. 84 болды. Айырмашылығы 6 болды. Дені сау адамда 6-8 см-ге айырмашылығы 6-8 см болады. Одан кейін омыртқа жотасының жалпы қозғалғыштығын анықтау үшін томайыр сынамасын жүргіземіз. Ол үшін тізеңізді бүкпей, қол ұшыңыз еденге тиетіндей етіп, барынша алға қарай иілдіңіз. Яғни тиіп тұр. Томайыр сынамасы бойынша тұрыңыз. Томайыр сынамасы бойынша ол 0 болу керек. Еденге тиіп тұру керек. Енді жалпы қозғалғыштығын анықтаймыз. Осы барлық анықталған нелерді қосып, олардан томайыр сынамасын алып тастаймыз. Яғни 21, 26, 32 және 38 болды. Сіздің омыртқа қозғалғыштығы 38 см.